Ассаламу алейкум баршаға, мен есім Серік, сіздермен бірге YouTube Казкөлік арнасы. Өткенде мен залоговый көліктер туралы түсірген болатынмын. Сол кезде комментарияға өте көптеген сұрақтар келді. Сол көп қойылған сұрақтардың барлығын енді біреуіне жауап берсем, екіншісіне жауап беріп жете алмай жатырмын. Сондықтан барлығыңызға қайтадан бір видео түсіріп жіберуді жөн көрдім. Жалпы енді бастайық. Көп қойылған сұрақтар кредитке беріле ма дейді залоговый көліктер. Негізі кредитке беріледі, миллионға дейін көліктер бұл жерде кредитке беріледі. Және миллионнан асып кетсе кредитке берілмейді. Тағы да не на ходу жүрмей тұрған көліктер болса, ол да кредитке берілмейді. Тек қана жүріп тұрған көліктер, миллионға дейінгі көліктер кредитке беріледі. Соны біліп алыңыздар. Тағы көп қойылған сұрақтар, рассрочкаға беріле ма дейді. Бұл жерде рассрочкаға берілмейді екен, өкінішке орай. Жалпы құжаттарды дайындауға үшінші сұрақ, қанша уақыт кетеді екен дейді. Мына жерде алу, жүру сол. Бұған шамамен бір апта уақыт кетеді екен. Құжаттарды рәсімдеу, ананың атынан алып тастау, сіздің атыңызға қою деген сияқты жаңағындай штрафтар болса төлеп береді. Соның барлығына бір апта уақыт кетеді шамамен. 3-4 күн, 5 күн. Одан кейін қандай көліктерге вложение дейді, сондай нәрсе. Оны қазір көліктерді бір шеттен түсіріп шығам, тағы да жаңа көліктер келген екен. Мына жерде 35-тік келіп тұр екен. Бағалары бірақ кейінірек шығады, бір аптадан кейін. Бірақ оны барлығында жазылып тұрады, көрген кезде вложениелерін айтып шығамыз. Және көлікті түсірген кезде автомат немесе механика екенін айтып кетсе екен дейді. Қазір тағы да көрсеткен барысында толыққанды айтып кетем. Сосын қандай қалаларда бар дейді тағы залоговый көлік, достар. Негізі Каспий банктың көп барлық жерінде бар, Қазақстан бүкіл қаласында. Тек қана оны Каспий банк арқылы шығып, өз қалаңыздан сұрап, сол жерлерден барып көрсеңіздер болады. Жалпы осындай сұрақтар және қай жерде орналасқан дейді. Орналасқан жер, достар, қазір көрсетемін мінеки. Достар, мінеки жалпы несі, оң жағыңызда міне Асарс базар тұр. Осы жоғардан түсіп жатқанда мінеки мына светофордан солға бұрыламыз датчиға қарай. Алдық, қараңыздар, оң жағыңызда Ясира Мотос деген болады. Мінеки төменде тұрған көліктер. Осы жер міне, достар. Достар, тағы бір айта кететін нәрсе, кім мысалға кредитін төлей алмай жүрген кісілер болады, о жағындай банкке машинасын өткізейін деп жүрген кісілер болса, сондай кісілер болса, менің дайрегіме шығыңыздар осы Казкөлік инстаграмға. Сондай кредитін төлеймін және через нотариальный алам барлығын. Үстіне аржағында кредитін өзім төлеймін. Мысалға өзіңізге беретін 1-200 мың теңгесі болса беріп, солай кредитін алатын кісілер бар. Егер көліктеріңіз болса, жаңағыдай кредитін төлей алмай банк тартып алайын деп жатқан. Мысалы, сондай банкке бергеннен көрі, сондай бір кісілерге сатып жіберсеңіз, сондай ойларыңыз болса, осы жаққа дайректке жазсаңыз болады инстаграм. Енді достар, бір шеттен бағаларын көріп шығайық тағы да. Мінеки мына жерде Mercedes C3 тұр. Келіп қараңыздар, міне 826 мың дейді. Бұл механика, достар. Неке вложение керек дейді, қандай химчистка дейді. Ремонт ДВС, ремонт система. Сондай нәрселері көптеген вложениелер керек. Енді шамамен қымбат көліктер болса, достар, көліктің бағасына қарай вложениесі де көп болады. Екінші қара Nexia тұр. 808 мың дейді, окончательно бұл да механика 2012 жылғы. Оғанда мінеки мына жерде жетіспесеңіздер, мына стопқа қойып, паузаға қойып. Қандай вложение керек екен қарап алсаңыз болады. Астында жазылып тұрады. Ремонт по кузову деген сияқты. 808 мың теңге. Енді достар, келесісін көрейік. Mercedes тағы да C3. Аяғын жел шығып жатыр екен. Бұл да механика, достар. Бұл жерде де 622.300 теңге дейді. Іші шаң басып қалған, көптен бері тұрған екен. Енді дөңгелектерінің жел шығып кеткен. Бұл жерде де қандай нәрселер керек екен қарап алсаңыздар болады.
95 жылғы 220-лық мерс. Не на ходу дейді, бұл кредитке берілмейді уже. 305 мың жүрген екен. Қасында четеркі тұр. Ақ. Неқтан шығып көрсет. 932 мың, бұлар әрине механика болады. 13 жылғы мінеки керек заттары барлығы жазылып тұр. Сыртын көрсетіп жүр. Бұның да дөңгелегі жел шыққан екен. Бұл жерде енді көптен бері тұрған сайын жел шығып кетеді. Мына жели сатылып кеткен екен, продано дейді. Мерседес Лупарик. Енді сырты кәдімгі шаршаған. 971 мың теңге дейді. Бұл да не на ходу, бұл да кредитке берілмейді. Бұл да механика, достар. Бағасы 971 мың теңге. Ішінің салоны. Салоны, достарым, неке. Іші бұлай енді тазалау сияқты мынаның іші. Мерстің. Осындай жағдай. Мына Туксон тұр екен, бұл сатылып кеткен. Продано деп тұр. Мынаяқтан таға бастайық, мына шеттен. Ортада бір көліктері бар екен. Мына көлік, достар, кеше видеомда менің 1.310 мың деп тұрды. Мен білуімше. Мына аяғын жел шығып атқан еді, дөңгелектің. Оны үріп алған екен, насоспен. Уже сатылып кетті дейді. Бұның бағасы 100 мың түскен екен, кеше мен көрсеткеннен кейін. 1.210 мыңға кеткен. Мынау ашылмайды. Келесі. Қайсы қара жіберек жігіттер. 40-тық 3.463 мың. Мына 40-тық негіз жағдай жақсы, достар. Ішіде кузовтардың барлығы, достар, жақсы мына негізі. Ішін көрсет. Іштерде мінеке панельдері, отырғыштары барлығы жақсы енді. Өте жақсы емес, жақсы жағдайда. Достар, тағы да айта кететін нәрсе, осы менің Казкөлік Instagram каналыма көптеген машиналар келіп түсіп жатыр, сататын. Сол жерге де кіріп қараңыздар, мүмкін өзіңізге керек көліктерді тауып аларсыз. Немесе сататын көліктеріңіз болса, барлығын жіберіп отырыңыздар, мен салып шығарып беремін. Сіздерге көмегіміз тисе, қуаныштымыз әрине. Мынау да сатылып кеткен екен уже. Не 45-тік тұр, жігіттер. Мүмкін қыздар болса араңызда. Мына 45-тіктің жағдайы енді шамалынау, шынын айтқанда. Былай сырттан жақсылау көрінгенмен. Ішін көрсетейін, келіңіз. Мына несін көрсет, жазуларын, қандай нелер керек. Мінеке астында жазулы тұр. Рекомендация деген жерде. Енді ішін көрейік. Бұның ішін қараңыздар, достар. Есігін ашқанда да уже сылдырлап тұр. Салонын қараңыздар, өте шаршаған кішкене. Мынаның ішінде, достар, қара, бері алып кел камераны. Мына жерге үстінен кожамен қапталған, ашылған сияқты. Және мына жерлерде лаз. Бұлай енді қатты шаршамағанмен өте шаршаңқырап тұрған көліктер, достар. Мынасын ашып көрейік. Мына қарды көрдіңіз ба, мына коробка автоматтың ыстағышына дейін желініп кеткен, өте көп айдалған көлік болып тұр. Жауып қояқ, жақсы болып біреулер келіп қарар. Көбісіне енді қараңыздар, мына жерлерде ашылып жатыр. Көрсет. Осындай болып ашылып кетіп жатыр жиналары. Мыналары желініп кеткен. Жауылғанда да қаттырақ жауы керек. Гольф тұр, мына жерде гольфті де көрсете кетейін. Бұнда автомат екен гольф.
миллион 99 мың. Бұл да кредитке берілмейді. Уже миллионнан асқаннан кейін кредитке берілмейді достар. Рекомендациясын астырағын көріп алыңыздар. Бұл Матиз, осы Матиз автомат па әлде механика ма деп сұрақ қойған. Бұл механика екен. 935 мың теңге. 13 жылғы механика. Іші таза негізі. Бұлар жақсы. Бір химчикке бересіздер. Және сыртын бір жақсылап жуып алсаңыздар болды. Ал екінші 795 мың. Бұл да механика, не на ходу дейді. Бұл жүрмей тұрған көлік. Бұны да кредитке ала алмайсыздар. Өйткені кредитке беріп жүрмей тұрған көлікті ертең бәле бола ма деп бұларда бермейді кредитке. Достар, мына бір Hyundai тұр екен. Бұл сатылып кеткен екен, достар. Сатып алған, құжаттарын рәсімдеп жатыр. Мынау да продано дейді. Мына Mercedes механика ма автомат па қарайық. Бұл на ходу. Миллион 970 мың дейді. Бұл автомат, достар. Бұның объемы 2,8. 280, 2,8. Ішін көрейік, ашылса, ашылмайды екен. Неге, достар, жаңадан келіп тұрған Camry, өте мықты Camry'лердің бірі. 2,4 объем. Бұның бағасы шамамен бір аптадан шығады. Құжаттар рәсімделіп жатыр, достар. Негізі жап-жаңа келіп тұр. Мына ручкасы жоқ екен. Шынын айтқанда іші тап-таза екен негізі. Сыртқы кузовтарға сәл-сәл вложение керек. Бұлар енді бір аптадан кейін келіп қарасаңыздар болады. Неке мына қасында Рио. Бұл Рионы өткенде де көрдік. На ходу дейді. 1.6 механика екен ол. 2 миллион 567 мың теңге. Қағазын көріп алыңыз, не керек екен. Круз. Бұның да бағасы енді шығады, достар. Круз свежий. Жаңа келіп тұрған көліктер бұлар. Бағалары енді бірақ 3-4 күннен шығады бұлар уже. Рәсімделіп жатыр, алдында 2-3 күндан бұрын келді. Мына акцент жақында шығады. Жоқ, мына шыққан екен уже. 3 миллион 14 мың теңге. На ходу. Бұның автомат, коробкасы автомат екен. 2014 жылғы 3 миллион 14 мың, достар. Мына Qashqai. Бұл Qashqai'ды алдынан көрсетейік. $3 миллион 213 мың Nissan Qashqai. Автомат на ходу дейді. 2008 жылғы екен, достар. Екілік объем 204 мың жүрген. Мына қандай нәрселер керек екенін тоже көрсетіп жүрміз. Все, мына Lexus сатылған. Достар, мінеке сыртта да тағы бір Mitsubishi Lancer тұр. Оның да жаңа келіп тұр, енді кіргізеді. Бағасы бір аптадан шығады бұның да. Бір апталардан кейін келіп қарасаңыз, тағы да өзгереді. Немістің көліктеріне қызығатындар болсам, негізі трассаның королі дейді. Бұларды жағдай жақсы болса, әрине король. Жағдай жаман болса, қайдан король бар. Іші өте шаршап қалған екен. Кәдімгідей. Қараңыздар. Мына отырғыштарды қарағың келмейді мынаған ішіне. Бірақ енді мынаның бәрін химчистке апарып, реставрация жасатып алып сатам дейтіндер болса жақсы. Достар, осы менен шетінен шықтық. Енді көп көлік жоқ бұл жерде. Шынын айтқанда көліктер келіп жатыр, сатылып жатыр. Күніге бір көлік сатылады, аптасына 1-2 көлік сатылады. Барлық нәрселерді, достар, менеджерден келіп сұрайсыздар. Бағанағы айтқандай, кез келген нәрсені өз қалаңызда Каспий банктың менеджерлеріне сұрап біліп алуға болады. Меніңше YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар, және Казкөлік Telegram бар, және Казкөлік Instagramға тіркелуді ұмытпаңыздар.
қош сау болыңыздар.